Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай таңғы асқа өте дәмді әрі жеңіл дайындалатын американдық панкейкті дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін біз таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, миксердің жай жылдамдығымен 1 минуттай миксерлейсіздер. Одан кейін қантымызды қосып, көпіргенше, ағарғанша бірге миксерлейміз. Одан кейін сүтімізді қосып, біркелкі араластырамыз. Менде үйдің сүті, дүкеннің сүтін қоссаңыздар да болады. Одан кейін ерітілген сары майымызды қосып миксерлейміз және ұнға қопсытқышымызды қосып, біркелкі араластырып, илекті 2 бөліктен бөліп өткізесіздер. Міне бізде осындай қоймалжың, құймақтікінен қою масса шығу керек. Үлкен ас қасықпен осылай құямыз қазір. Қоймалжың болу керек массаларымыз. Отымыздың астын жағып, баяу отқа қоямыз және қызған табаға майсыз, ешқандай май жақпайсыздар. 1 қасықтан немесе 2 қасықтан құюларыңызға болады. Пісер кезде бізде бетінде осындай көпіршіктері, тесіктері пайда болған кезде бізге уже аудару керек деген белгі. Міне осындай әп-әдемі болып піседі. Міне біздің панкейктеріміз дайын болды. Мен үстін сгущенкамен әдеміледім. Шоколадпен әсемдесеңіздер де болады. Ол өз қалауларыңыз. Өте дәмді әрі жеңіл болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өздеріңіздің үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар достар.